Сәлем достар, бүгіннен бастап YouTube туралы лайфхактарды айтуды бастаймыз. Күнде YouTubeға видео салған дұрыс па? Осы сұрақтан бастаймыз. Бір кішігірім 1 минуттық, 2 минуттық видеолар болады, салынатын видеолар сіздерге осы лайфхактармен бөлісіп отырамын. Каналымызға жазылып алыңыздар. YouTube'та өсу үшін күнде видео салу керек деп ойлайсыз ба? Жоқ, қателесесіз. Көп адам күнде салсам тез өсем деп ойлайды, бірақ YouTube сенің саныңа емес, сапаңа қарайды. Егер сен күнде әлсіз видео салып отырсаң, алгоритм сізді әлсіз автор деп ойлайды. Ал аптасына 2-3 сапалы видео салатын болсаңыз, сіздің өсуіңіз жоғары, яғни мүмкіндігіңіз жоғары. YouTube үшін ең маңызды нәрсе не? Ол CTR, қарау ұзақтығы және көрерменнің видеода қалуы. Яғни сен видеоң жақсы болатын болса, аптасына 1 видео салсаң да жетеді. Есіңде болсын, көп видео емес, дұрыс видео сіздің каналыңызды өсіреді. Сіз қалай ойлайсыз? Күнде видео салып отырған дұрыс па, әлде аптасына сапалы 1-2 видео салып отырған дұрыс па? Комментарийға жазып кетеміз.